Ақмола тұрғыны жақында Қазатомпромға инвестиция жасаймын деп 3 миллион теңгесінен айырылды. Бұл қарапайым ғана бір мысал ғана. Жалпы инвестицияның атын жамылған осы сияқты алаяқтық схемалар күннен күнге көбеюде. Тіпті Тоқаев пен премьер-министр Бектеновтің атын жамылып, халыққа төлем ұсынып, акциялар таратып жатыр. Осындай әрекеттерден сақтанудың жолы бар ма? Бірге талдап көрейік. Жалған инвестиция қалай жұмыс жасайды? Қарапайым схема бұлай. Танымал компанияның не адамның атынан әдемілеп видео жасап алады. Сосын сіз отыратын Instagram, Facebook, TikTok, тіпті YouTube'тағы жарнама арқылы да таргетке жібереді. Шарттарын өте оңай қарапайым сұрақтардан жасап қояды. Соңында сізге қалтаңызға салмақ салмайтын 1000, 2000, 3000 теңге ғана сұрайды. Және осы арқылы айына миллион теңгеге дейін ақша табуға болатынына сендіреді. Алаяқтар ең көп атын жамылатын компанияның бірі Қазатомпром компаниясы. Соның ішінде оның экс-басшысы Мұхтар Жәкішевтің атынан көптеген дипфейк видеолар тарайды. Жәкішев сұхбат берген дайын видеоларды өңдеп, синтездеп, халыққа оңай олжа табуға шақырады. Мысалы, қазірдің өзінде Жәкішев деп тіркесімен 18 жалған таргет жарнаманы таптық. Ал Қазатомпром атымен 21 белсенді жарнама тұр. Бұның өзі әлі күнге дейін қаскүнемдердің әрекет етіп отырғанын көрсетеді. Жарнаманың мәтіндері әртүрлі болғанмен мақсаты бір – халықтың қаржысына қол салу. Сонымен қатар алаяқтар айтулы дата кезінде, мереке не мейрам кезінде осындай роликтерді таргетке көп жібереді. Мысалы, Конституцияның 30 жылдығына орай Тоқаев пен Бектеновтің атынан халыққа бір реттік төлеммен акция тараған туралы ақпаратты естідік. Адамның сеніміне кіру үшін тұрақсыздық, инфляция, экономикалық дағдарыс сияқты терминдерді де көп пайдаланады. Сонымен қатар қазіргі таңда Қазатомпром компаниясының қазіргі басшысы Мейіржан Юсупов, журналист Гүлнара Башкинова мен Вадим Барейко, адвокат Жанна Оразбақова сияқты адамдардың атын пайдаланған видеолар тарап жатыр. Қазатомпромнан бөлек елге танымал банктердің де атынан алаяқтық әрекеттер жасалуда. Мысалы, Каспий банктың атынан брокерлік табысқа шақырса, Freedom банктен көбіне акция сатып алу әрекеті кеңінен танымал. Екеуінде де қарапайым сауалнама, банктың логосы мен түсі, жалған пікірлер мен банк басшыларының атынан жасалған дипфейктер көп тарап жатыр. Жалған инвестицияны бір көргеннен қалай анықтауға болады? Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жалған платформаларға қатысты мынадай белгілерді атады. Көбіне бейресми аккаунттарда жарнама жасайды. Сілтемеге бассаңыз ресми сайтқа емес, басқа да түсініксіз сайттарға апарады. Жоғары табысқа жетуге уәде етеді. Шұғыл әрекет етуге шақырады және қосымшаны App Store немесе Google Play арқылы емес, басқа түсініксіз жолмен жүктеуді сұрайды. Ал біздің тараптан мынадай негізгі 5 кеңесті айта аламыз. Біріншісі, кез келген ақпаратты жарнаманы компанияның ресми сайтынан не парақшаларынан қараңыз. Видео жасан нетелек көмегімен жасалса, ондағы элементтер қолданылса, мимикасына, дене пропорциясына, симметрияға, элементтер мен детальдарға мән беріңіз. Егер акция, профит тіркестері пайдаланылса, ақша салуды талап етсе, компанияның лицензияларын қаржы нарығын реттеу және дамыту